Бүгін мынандай қызық ақпаратты көзім шалып қалды да. ECP'ымды жаңартайын деп официальный сайтқа кірдім. Pkgov.kz деген статистикасын қарасам, біздің бюроның халық санынан көп ECP ключи 22.984.200 ECP ключ бар. А бізде халық саны официально 20.033.546. Сонда бұл қалай сонда? 2-3 миллион артық ECP. Либо бізде барлығы өтірік отчет жасайды, осылай бір-бірін алдап, бір-бірін шатастырып, ертең есеп-қисап кезінде бюджет бөлінетін, халыққа қарасатын нелер, қаражаттар бөлінген кезде осындай шатақтан туындайды, осындай өтірік ақпараттардан. Немесе мынаны мен түсінбедім. Немесе шетелдің адамдары келіп бізден ECP алып отыр деген сөз бе? Сонда қалай ол?